Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен сникерс тортын жасайтын боламыз. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Бір дайындағаннан бірденнен шығатын рецепт. Толық рецептпен жасайтын болсаңыздар, кез келген адам жасай алады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Және де бізге ең алдымен жұмыртқаның бетіне қант салып, миксердің көмегімен осылай көпіртіп аламыз. Басында жай жылдамдықпен бастаймыз, одан кейін бар жылдамдығын қосып, әппақ болып көпіргенше қозғаймыз. Міне жұмыртқа жақсы көпірді, одан кейін бар бетіне сүтті кішкене тағы да айналдырамыз. Одан кейін сұйық май, тағы да миксердің көмегімен осылай қозғайтын боламыз. Одан кейін бар електен өткізілген ұн, какао және де шым-шым тұз. Осылай лопатканың көмегімен екі бөлікке бөліп салып аламыз. Ұнды миксермен қозғап қажеті жоқ, тек қана осылай лопатканың көмегімен барынша араластырып шығамыз. Осындай масса пайда болды. Осы массаны 180 градуста 30 минуттай уақытта пісіріп аламыз. Пештеріңіздің қызуына қарай. Противень диаметрі менде 20 сантиметр. Енді карамелін дайындайтын боламыз. Тереңірек ыдыста қантты салып, ең жай отқа қойып қоямыз. Осылай араластырып тұруымыз қажет. Қант түгелдей қоп-қоңыр болып, еріп кетуі тиіс, жай отта. Қант осылай қоп-қоңыр болып, біркелкі болып еріген кезінде бетіне клегейді құямыз. Клегейдің пайызы 33%. Міндетті түрде 33 немесе 35% болуы тиіс. Осылай араластыра отырып құямыз. Толықтай біріккенше қанттың комок дейміз ғой, қатып қалған қанттар еріп кеткенге дейін осылай араластырып тұрамыз. Қант пен клегей осылай біріккеннен кейін астын барып өшіріп, бетіне сары майымызды саламыз. Сары май ерігенше тағы да қозғаймыз. Карамель осындай болып шығады, дайын. Енді жаңғақты дайындаймыз. Мен жаңғақты 180 градуста 10 минуттай кептіріп алдым пеште. Осылай кішкене майдалау қажет. Майдалап болғаннан кейін карамельдің бетіне саламын. Осы кезде сіздерде бисквит пісіп қалуы керек. Суытып, решеткада суыту керек, болмасам жай суытып қойып қою керек. Енді кремін дайындаймыз. Креміне 33% клегей, және де қант ұнтағы, творожный сыр және де бір қасық ванильный сахарымызды қостым. Барлығын біріккенше миксердің жай жылдамдығынан бастау керек міндетті түрде. Одан кейін бар бірте-бірте жылдамдықты қосат отырып, барлық жылдамдығында айналдырамыз. Біркелкі крем болғанға дейін ғана. Творожный сыры көп болғандықтан тез крем болады. Крем дайын, осындай болуы тиіс. Енді бисквитті дайындаймыз. Бисквитті 3 бөлікке бөлдім. Енді тортты жинап бастайтын боламыз. Мен торттың астына подложканы осылай 20 сантиметр етіп кесіп қойдым. Себебі торттың ең соңында бетіне глазурь құятын кезде шет-шеті мешать етпесін деп, осылай міндетті түрде кальцо керек. Егер де кальцо жоқ болса, жай жинай беруге де болады. Жаңағы кремді 4 бөлікке бөліп, соның бір бөлігін осы ең бірінші бетіне саламыз. Шет-шетінің барлығына жағып шығу керек, біркелкі етіп. Кішкене қаттылау крем болады, себебі бұл жерде творожный сыры көптеу. Кремді біркелкі етіп жағып болғаннан кейін бетіне карамельді саламыз.
Карамельді 2 бөлікке бөліп қойыңыздар, соның бір бөлігін осы бірінші қабатқа саламыз. Салынған карамельді шет-шетіне қатты толықтай тигізбей осылай жағу керек. Кремнің екінші бөлігін бетіне толықтай осылай жағып шығамыз. Енді бисквиттің екінші қабатына дәл солай қайталайтын боламыз. Кремнің үшінші бөлігін саламыз осылай. Кремді толықтай бетіне жағып болғаннан кейін карамельдің екінші бөлігін бетіне саламыз. Тағы да шет-шетіне қатты тигізбей, ортасы жағына жақсып шығу керек. Кремнің соңғы 4-ші бөлігін осылай бетіне толықтай жағып шығамыз. Бисквиттің соңғы бөлігін салып, бетіне кішкене тығыздалу үшін кішкене ғана басып қойдым. Тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Бетіне құятын глазурін дайындаймыз. Оған 33% клейге және де қара шоколад керек. Екеуін жақсылап осылай ертіп аламыз. Микроволновкада немесе водяной баняда ертіп алған дұрыс. Глазурдің бетіне үгітілген жаңғақты салдым. Барлығын біркелкетіп араластырып аламыз. Кішкене су қажет. Менде 1 сағаттан аса уақыт өтті. Негізі кольцо осылай жабыспас үшін ацетатный рулон пайдаланған дұрыс. Егер де болса, міндетті түрде пайдаланған дұрыс. Енді глазурин құю үшін осындай табақ керек, және де жаңа пайдаланылған кольцоны қойып қойдым. Кольцоның бетіне тортты қойып қойдым. Осылай қойған ыңғайлырақ. Темір решетканың бетіне қойып қойсаңыздар да болады негізінде. Глазурдің барлығын құйған жоқпын, кішкене ғана алып қалдым. Соңында жетпеген жерлеріне жағу үшін. Глазурді міндетті түрде клейгейдің көмегімен жасаған дұрыс, себебі сары маймен жасаған кезде кішкене басқаша шығады, ал сұйық май болса қатты пайдасыз болғандықтан қоспаған абзал. Міне тортымыз дайын болды, өте әдемі болып шықты. Мен жемес бұрын, бұны кеспес бұрын тоңазытқышта 5-6 сағатқа қойып қоямын. Кремі жақсы сіңу үшін. Менің рецептерім ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, және де менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.